Болашақ. Біздің заманымызда уақыт емес, тіл өмірдің негізгі өлшеміне айналған. Адамдардың өмірі тек қазақ тілімен, ана тілдің құдіретімен ғана өлшенеді. Қазақ тілін ұмытқан, құндылықтарын бағаламаған әрбір адамның өмірі қысқарады. Ал қазақтың даналыққа толы кітаптарын оқып, ана тілінде сөйлейтіндер ғана өмірлік ресурстарын арттыра алады. Бұл әлемде әр адамның жүрегіндегі сағат тек қазақ тілінде соғады. Олардың жаны қазақ, сөздерімен нәрленеді. Олардың ақыл-ойы ұлттық құндылықтармен толғады. Қазақ тілін білмейтін, сөйлемейтін, ұмытқандардың сағаты жылдан жүріп өмірлері қысқара береді. Как у тебя дела? Как у тебя подготовка? У меня все хорошо, а у тебя? У меня тоже все отлично. А какие предметы ты собираешься сдавать? Я собираюсь сдавать географию и математику. Реально? Я тоже собираюсь ее сдавать. На какую профессию ты хочешь? Я хочу. Тілім барда тірім. Бұл сөздерде қаншама терең мағына, қаншама жалын бар десеңізші. Бұл жай ғана сөз тіркесі емес. Бұл әр қазақтың жүрегінде соғып тұрған үміт, рух, сенім. Тіл біздің жанымыздың айнасы, өткеніміздің мұрасы, бүгініміздің тірегі, ертеңгі күніміздің кепілі. Тіл ананың бесік жырымен басталған, балалық шақтың тәтті күлкісімен өрілген, даналардың сөздерімен көмкерілген өмір жолы. Бұл біздің тарихымызды, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді, ұлттық болмысымызды сақтайтын ең басты қазына. Бұл біздің ішкі дүниемізді, сезімдерімізді, армандарымызды білдіретін құдіретті күш. Тілсіз біз кімбіз? Түпсіз теңіздегі жалғыз қайықтай, тамыры жоқ ағаштай, жанып біткен оттай боламыз. Тілсіз біздің өткеніміз өшеді, бүгініміз күңгірт тартады, болашағымыз бұлыңғырланады. Тілсіз біз тарихы жоқ халықпыз, мәдениеті жоқ қоғамбыз, рухы жоқ тұлғамыз. Тілді жоғалту өзіңді жоғалтумен тең. Ана тілінен айырылу, анаңнан айырылғанмен пара-пар. Өз тіліңде сөйлемеу, өзіңнің кім екеніңді ұмыту. Тіліңді ұмыту, жүрегіңді улау.